Қазақстанда банан өспейді. Көпшілігінің ойлауы бойынша Қазақстанның табиғаты және де климаты банан өсіруге қолайсыз. Бірақ біз оны өсіріп жатырмыз. Дәл осы Сарыағаш медресе колледжінің арнайы банандарға арналған банан құлпынай жеміс жидектер жылыжайында мына керемет банандарымыз өсіп жатыр. Әлі де айтады, Қазақстанда банан өспейді дейді. Бірақ та әр үлкен еңбектің артында мақсат бар, ал үлкен ниеттің артында нәтиже бар. Ал үлкен мақсаттардың артында мүмкін емес нәрсе жоқ. Қазіргі кезде Сарыағаш медресе колледжі осы банан жылыжайы арқылы бүгінгі күндегі шәкірттерімізге тек қана ас, тағам ғана емес, олардың болашағына деген қадам, еңбекқорлық және талапкерлікті өсіруде. Көпшілік мүмкін емес деген затты Сарыағаш медресе колледжі өзінің еңбегімен мүмкін қылып келуде. Қазірде Сарыағаш медресе колледжінде 1000-ға жуық балалар оқып жатыр. Ал бұл банан жылыжайынан түскен барлық қаражат сол шәкірттердің білім алуына, тәрбиеленуіне және де болашаққа қадам басуына үлкен ықпалын тигізеді. Арман, мақсат, ниет барлығы бірге болса, қолдан келмейтін іс жоқ. Бұл біздің еңбек, бұл біздің жеміс. Және де бұл біздің болашаққа қосқан үлкен игі ісіміз.